партнерына сен маған көңіл бөлмедің, махаббат бермедің, не болмаса бағаламадың деп миын жей беретін адамдар, сіздер біліңіздер, сіздер ол адамды жақсы көрмейсіздер, просто ол адамға зависимый адамсыздар. Қалай айтса болады? Темекіге, араққа зависимость сияқты, ол адамға зависимость бар ішіңізде. Сол себепті осындай нәрсені сұрай бересіз, бірақ біліңіздер, бұны сұраған сайын сіз ол адамның, партнеріңіздің көзіне жек көрінішті көріне бересіз, алыстай бересіз. Себебі бұл нәрсе сіздің оральный стадияда қалған травмаларыңыздың кесірі. Сол себепті бірінші өзіңізді жақсы көріп үйрену керек шығар, өзіңізді бағалап, өзіңізге өзіңіз внимание бөліп үйрену керек шығар. Сол кезде айналаңызда сізді жақсы көріп бастайтын болады. Ал бұндай адамдардың тағы бір белгісі, бұндай адамдар көпшілік ортамен дұрыс араласа алмайды. Бүкіл адамдар бұларға пидарас, бүкіл адам бұларға жаман, бүкіл адам бұларға алаяқ, яғни қорқады көп адаммен араласуға. Сол себепті де жанындағы партнерына кеп жабыса береді. Яғни психоанализде созависимость және контрзависимость деген екі термин бар. Осы екі зависимосттың ортасында эмоциональный качеляда тербеліп жүрсіздер. Бұның емі осы екеуінің ортасындағы золотая серединаны балансты табу.